Саламатсыздар ма, оқушылар және ата-аналар, мұғалімдер? Егер сіз менің арнама әлі жазылмаған болсаңыз, төмендегі батырманы басып, біздің Ниш.ктл дайындық парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Сіздермен байланысқа шыққалы өте көп болды. Назарбаев зияткерлік мектебі мен қазақ түрік лицейінің дайындықтарыңыз қалай жүріп жатыр? Кеше ғана Назарбаев зияткерлік мектебіне құжат қабылдау және тест уақыты белгіленді. Бұйырса 1-ші желтоқсан мен 10-ші қаңтар аралығында құжаттарыңызды тапсыра аласыздар. Және наурыз айының 2-3 күндері Назарбаев зияткерлік мектебінің емтиханы болады. Сіздерге емтиханда сәттілік тілеймін. Бүгінгі менің сіздерге көрсеткім келіп тұрған есеп ол қазақ түрік лицейінің, яғни білім инновация лицейінің тестінде болған шаршыларға байланысты, шаршының ауданына байланысты есеп. Алдымен өзіңіз қарап көріңіз. Төмендегі суретте 3 шаршыдан құралған кескін берілген, боялған аймақтың ауданын табыңыз. Міне біздің 3 шаршымыз, шаршының қабырғасы 13-ке тең, 22-ке тең, 9-ға тең. Осы жерден мына бір бөлікті бояп қойған, соны табу керек. Міне 5 жауап көрсетілген. Яғни Назарбаев зияткерлік мектебінде 4 жауаптың ішінен біреуін таңдайтын болсақ, білім инновация лицейінде 5 жауаптың ішінен біреуін таңдаймыз. Паузаға қосып алдымен өзіңіз шығарып көріңіз, содан кейін біздің жауаппен тексеретін боласыз. Мен сізді шығарып болды деп ойлаймын. Ендеше біздің жолға көшейік. Қараңыз, бұл жерде бізде 3 шаршы бар. Шаршыны білеміз, барлық қабырғасы тең болады. Мына жері 13 см болса, онда мына бір бөлікте 13 см-ге тең. Мына бір бөлікте 13 см-ге тең. Мына бір бөлікте 13 см-ге тең. Ортасында ең үлкен шаршымыз, ол бізде 22 см, сәйкесінше мына бір бөлікте 22 см-ге тең. Және ең кішісі бізде кішкентай шаршы, ол 9 см-ге тең. Енді қараңыз, бұл есепті оңай шығару үшін алдымен мына жетпей тұрған бөліктерін бір-біріне қиылыстырып, үлкен бір тіктөртпіш жасалайық. Біз солай есепті оңайырақ шығаратын боламыз. Қараңыз, фигураны толықтырамыз. Міне, және мына бір бөлігін толықтырайық. Бұл бізде үлкен бір тіктөртпіш пайда болды. Қараңыз, бұл тіктөртпіштегі ең үлкен фигура ортасында шаршы болды. Ортасында шаршының ұзындығы 22 см болғандықтан, мына пайда болған тіктөртпіштің ені де 22 см-ге тең. Мына бір бөлік 22 см. Сәйкесінше мына бір бөлікте 22 см. Енді біз осы тіктөртпіштің ұзындығын табайық. Мына жер бізде 22-ге тең, мына жер бізде 13 см-ге тең, сәйкесінше мына үлкен бөлігі де 13 см. Мына жерде ең кішкентай шаршымыз бар 9 см. Мына бөлік 9 см болса, онда мына бөлік те 9 см. Енді біз осы 3 аралықты қоссақ, тіктөртпіштің ұзындығын білеміз. 9-ға 22 қоссаңыз 31, 31-ге 13 қоссаңыз 44 см. Яғни бізде жаңа фигура пайда болды, тіктөртпіш. Ұзындығы 44-ке, ені 22-ге тең. Енді біз осының ауданын табайық. Жаңа деп қойын. Ұзындығы 44, ені 22. Мына жерге 44 пен 22-ні көйтем. 2-ні 4-ке көйтсек 8, 2-ні 4-ке көйтсек 8, 2-ні 4-ке көйтсек 8, 2-ні 4-ке көйтсек 8. Бір-біріне қосамыз. 8-ге 8, 16, 6-шы жаздан бірі ойда. 8 ойдағы бірімен 9 болады. Және мына бөлік бізде 968 см квадратқа тең. Енді боялған бөліктің ауданын табу үшін біз боялмаған бөліктер табайық жеке-жеке. Бізде міне бір бөлік бар. Мына жерде екінші бөлік бар. Мына жерде бізде, қараңыз, керек емес алаңдар өшіп тұрсақ, үшінші бөлік пайда болады. Бірінші боялмаған бөліктің ауданын табатын болсақ, ұзындығын еніне көйтеміз. Енді қараңыз, мына жер бізде 22 см болды. Көріп тұрсыздар ғой? Мына бірінші шаршының ұзындығы, ол жер 13. 22-ден 13 жазсақ, міне бөліктің ұзындығын табамыз. Яғни мына бөлік бізде 9 см-ге тең. Енді біз бірінші фигура ауданын табу үшін 9-ды 13-ке көйтсек жеткілікті. 9-ды 3-ке көйтсек
27, жетісін жазамын, екісі ойда, 9-ды бірге өтсек 9, ойдағы 2 мен 11. Яғни бірінші бөліктің ауданы 117 сантиметр квадрат. Енді екінші бөліктің ауданы табайық. Бұл жерде не көріп тұрмыз? Бұл жерде біздер тік бұрыш, үшбұрышты көріп тұрмыз. Бұның ені 13-ге тең, ұзындығы 13 пен 22-ні қосындысына тең. 13-ге 22-ні қоссақ 35 болады. Егер біз 13-ті 35-ге көбейтсек, тік төртбұрыштың ауданын табамыз, 13 көбейтілген 35. Міне, бізде осындай тік төртбұрыш берілсін. Ені 13-ге тең болсын, ұзындығы 35-ге тең болсын. Егер сіз 13-ті 35-ге көбейтсеңіз, толық мына тік төртбұрыш ұзындығын табасыз. Бірақ бізге ол тік төртбұрыштың ауданы керек емес. Бізге оның жартысының ауданы керек. Көріп тұрсыз ба? Мына бір үшбұрыштың ауданы керек. Ол үшбұрыш міне осы жерде тұр. Бұдан шығатын қорытынды. Тік бұрыш үшбұрыштың ауданын табу үшін бізге не істейміз? Ұзындығын еніне көбейтеміз және оны 2-ге бөлеміз. Себебі ұзындығын еніне көбейте қойсаңыз тек қана сіз тік төртбұрыштың ауданын аласыз. Бізге ол керек емес. Бізге оның жартысы ғана керек. Сол себепті жартысын табу үшін оған 2-ге бөлдік. 35-ті 13-ге көбейтейік. 35 көбейтілген 13. 3-ті 5-ке өтсек 15, бірі ойда, 3-ті 3-ке өтсек 9, ойдағы 1 мен 10. 5-ті 1-ге өтсек 5, 5-ті 3-ке өтсек 3. Қосамыз 5, 5 және 4. 455 шығады. Енді осы 455-ті 2-ге бөлеміз. 2-ден берсек 4, 5 түсет, 2-ден берсек 4, 1 түсет, 5 түсет, 7-ден берсек 14, 1 түсет. Және 0 түсет, өтіріға жереміз, 5-ден берсек 10. Азайтсақ 0 өт. Сонда 227,15. 227,15 сантиметр квадрат. Бұл бізде екінші бөліктің ауданы. Енді біз істейміз үшінші боялмаған бөліктің ауданы. Бұл кезде біз осы үшінші бөліктің ұзындығы, яғни мына бөлікті аламыз, ол 22 мен 9-ның қосындысы. 22 мен 9 қоссақ 31, бұл біздің ұзындығымыз болады. Ал ені міне берілген 22. 31-ді 22-ге көбейтіп, оны 2-ге бөлеміз. Себебі 31-ді 22-ге көбейтсек, жай ғана тік төртбұрыштың ауданы шығады. А бізге мынандай жарты бөлу керек. Сол себепті 2-ге бөлдік. 2 мен 22 қысқарып 1, 11. Енді 31-ді 11-ге өтейік. Бос алаңды пайдаланайын. 31, 31. 1, 4, 3. 341 болады. Үшінші бөліктің ауданы табылды. 341 сантиметр квадрат. Енді біз осы 3 ауданды қосамызда ең негізгі ауданнан шегереміз 968 сантиметр квадрат. Кеттік, 3 ауданды қосамыз. 117 қосылған 227,5 қосылған 341. Енді бетейін, бірінші мұна бүтін сандар қоса қоям бір-біріне. 117 қосылған 341, 7-ге 1 қоссақ 8, 4-ге 1 қоссақ 5, 3-ге 1 қоссақ 4, 458. Осыған қосам 227,15-ті. 0-ге 5-ті қоссам 5 болады, 8-ге 7 қоссам 5 болады, 1-і ойда, 5-ге 2 қоссам 7, ойда 1 мен 8, 4-ге 2 қоссам 6 болады. 685,15. Бұл бізде боялмаған бөліктің ауданы. Енді боялған бөліктің ауданы табу үшін S боялған. Толық ауданнан, жалпы ауданнан 968-ден шегереміз мына боялмаған бөліктің қосындысын. 968 бағандап азайтайын. Қарсы сұраймыз, 10-нан 5 азайтсақ 5 оқпады, мына 8-іміз 7 оқпады, 7-тен 5 азайтсақ 2 болады. 6-тан 8 азайтылмайды, қарсы сұраймыз, 16-дан 8 азайтсақ 8 болады, мына 9-іміз 8 оқпады, 8-ден 6 азайтсақ 2 болады. Сонда жауабы 282,15 сантиметр квадрат. Бұндай жауап бізде берілген D жауабында. Ал сізде ең алдында қандай жауап шықты? 282,15 шықты ма, әлде бөтен жауап шықты ма? Маған төменге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Ал енді осы есепті толық түсіндіңіз бе,
әлі түсінбедіңіз бе? Соны анықтау мақсатында мен сізге қазір бір есепті қоямын. Өз күшіңізбен шығарып көріңіз де төменге пікірге қалдырыңыз. Төменге жауапқа қалдырар кезде дұрыс жауапты жазып, сіз өзіңіздің есіміңіз бен қай қаладан хабарласып тұрғанын жазыңыз. Біз көрейік, біздің YouTube арнамызда қай қаланың оқушылары көп екенін. Сіздермен болған мен Сәлім Қойшыбай. Сіздер көргеніме, сіздер есеп үйреткеніме өте қуаныштымын. Алда уақытта тағы да көптеген сабақтар түсіріп, сіздерді қуантқымыз келеді. Біздің сізден сұрайтынымыз көп лайк басыңыз, көп қараңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Біздің арнаға класстастарыңыз, туыстарыңыз, достарыңызды жазылуға шақырыңыз. Сонымен қатар бізде онлайн курс, марафондар бар. Одан бөлек тағы да біз жаңа жобалар түсіріп жатырмыз, сіздерге дайындап жатырмыз. Сіз біздің өнімді алуға дайын болсаңыз, біз сізге үйретуден ешқашан жалықпаймыз.